Оқушылар мен балалар үшін қуанышты жаңалық. Жамбылда енді балалардың базарлы мерекесіне орай қуыршақ театры ашылды. Бүлдіршіндер енді қуыршақ театрының сиқырлы әлемін бар жан жүректерімен сезінетін болады. Осы күннің орайына біз анаға тағзым шешендік өнер үйірмесінің тыңдаушыларының, қатысушыларының күшіменен біз бір шағын мереке ұйымдастыруды ұйғардық. Яғни бала ертегімен өседі, ананың әлдиімен өседі, бесік жырымен өседі. Соның барлығын қазақтың рухани байлығын бойына жинаған баладан қазақтың болашақтағы нағыз азаматы шығады. Арман күтіп жүрген ауылдан артта қалған тамаша күн-ай. Арман күтіп жүрген Қуыршақ театры бүгін ашылды, және де Қуыршақ театрының ашылғанына өте қуаныштымын. Бос уақытымда Қуыршақ театрын көруге мен міндетті түрде келетін боламын. арман